баршаға сәлем. Мен бүгін Бәйтерек монументінің қасында тұрмын. Қазақстанымыздың символы болған, астанамыздың символы болған Бәйтерекке келіп тұрмын. Бәйтерек 1996 жылы құрылысы басталған екен. 2002 жылы 30 тамызда ашылған екен. Ашылып іске қосқан екен. Бәйтеректі баршаларыңыз білесіздер. Аңыз бойынша ана тұрған дөңгелек ол самұрықтың жұмыртқасы екен. Бұрынғы кезде астында ұясы болған екен самұрықтың. Жылына бір рет жұмыртқалаған екен, оны бір айдаһар келіп жеп қоя бергендіктен, осындай бәйтеректің үстінен ұя жасап, осылай жұмыртқалаған екен самұрық құсымыз. Ал сол айдаһарды Ертөстік деген батырымыз келіп, өлтірген екен. Содан кейін ел көгеріп, жер көгеріп, бейбіт өмір болған екен деген аңыз бар. Бұл аңыз. Ал енді біз Астананы саяхаттаймыз. Менмен бірге болыңыздар, менмен бірге жүріңіздер, саяхаттаңыздар. Астананы мен басқа қырынан көрсетем, әрине видеолар өте көп. Мен жаяу жүріп көрсетемін, автобусқа мініп те көрсетемін, велосипедпен де көрсетемін. Қазіргі кезде Астана қаласының халқы тұрғыны 1,5 миллионнан асады екен. Мен қазір автобусқа отырып, үлкен мешіт жаққа қарай бара жатырмын. Осындай біздің шоферларымыз, бұл кісілер қадағалайды, бүткіл билетті алды ма, алмады ма деп тексеріп қадағалайды. Азия парк остановканы ғой, мен содан түсем, Бұл Нұр мешіті, сол жағауда орналасқан Азия парк. Мен қазір осы жерден түсемін. Одан әрі үлкен мешітке барамыз. Осындай. Бұл сол жағалау. Қазір біз сол жағалауда тұрмыз. Қазір тағы бір автобусқа мінейін. Біз қазір 51 деген автобусқа отырдық. Қазір осыменен әрі үлкен мешітке барамыз. Біз Қасығанақ көшесімен келе жатырмыз. Қазір Тұран көшесіне қарай солға бұрыламыз. Осындай үйлер. Бұлардың бәрінде адамдар тұрады. Тұрғын үй кешендері бұның бәрі. Есіміңіз кім? Айдос. Айдос деген Астананың мені халыққа қызмет етіп жүрген кісілер. Атыңыз кім сіздің? Ләззат. Ләззат ханым. Мені Ләззат ханым контролер жұмысын атқарады. Мұны Тұран даңғылы. Айдос мырза, сіз қанша жыл болды осы көлікте жүргеніңізге? 16 жыл, 17 жыл. 17 жыл болды дейді. Мәне 17 жыл болған екен. Осылай халыққа қызмет жасап жүргеніне. Мына біздің ЛРТ-ның жолы. Мына осындай автобустар жүріп жатады. Бекет. ЛРТ-ның бекеті. Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайы екен. Бұл жер спорт кешені. Біз қазір Қабанбай Батыры даңғылында кетіп бара жатырмыз. Осындай біздің Қабанбай Батыр даңғылы. Жолдары өте тамаша біздің Астананың. Қала өте таза қала. Күндіз түн демей жинап тазалап жатады. Осылай жасылды, бірақ жел бар. Желді. Осылай ЛРТ-міз ары бері жүріп жатыр.
Бұл біздің Астанадағы Назарбаев университеті. Алма жазуыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Осылай автобуста келе жатырмын. Кәдімгідей автобустың іші өте жайлы, салқын. Sağ olun. Баршаға тағы да сәлем. Мен қазір осы үлкен мешітке келіп отырмын. Сіздерге ішіндегі барлығын көрсететін боламын. Менің каналыма жазылып отырыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басып отырыңыздар, қолдаңыздар менің каналымда. Қазір барып көрсетемін. Мешіттің тәртібі бойынша ішіне жалаңбас, жеңіл киімді кіруге болмайды. Алланың үйі, мешіттер. Сол тәртіпті сақтаймыз. Өте көп туристер. Барлығы орамалдарын таққан, міне. Аллахтың атымен деп кіреміз. Бұл кісілердің бәрі туристер. Бисмиллах. Міне әдеттегідей келгеннен кейін аяқ киімді шешеміз. Осылай аяқ киімдерімізді қоямыз. Киінбегендер болса осы жерден киінеді. Жабыңқы киінеміз.
мешіт әдебі дейді. Мына жерде киімдер, дәрет алатын болсаңыздар, мұнда дәретке кетесіздер, міне. Туалет деп тұр. Міне мешіт әдебі, киім үлгісі дейді. Мұндайларға ұқсат жоқ. Осындай жабыңқы киінсін дейді. Осындай өте маңық кілем төселген. Іші сондай жайлы, таныш. Мына шынылар сондай әдемі. Қазақи нақышта жасалған, жалпы қазақи нақышта жасалған екен бұл мешіт. Бұл жер әйелдердің намаз оқитын жері. Бұл үлкен зал. Бұл жерде ер адамдар намаз оқиды. Алдымызда Аллахтың 99 есімі жазылған. Бұл шам, аспалы шам, үлкен залдағы, салмағы 22 тонна дейді. Бұл жерде біздің апайларымыз сондай әдемі қазақи киімді. Сәлеметсіздер ме? Интервью алып жатсыз ба? Иә. Осы мешіт туралы айтып жүріңіз. Жақсы. Бүгін мінеке өзім Астанада тұрамын. Абысыным Атыраудан келген, Балқаштан келген, қайынсыным. Иә. Қарлығаш. Балқаштан Назым. Сәниямын. Осы жерде тұрамын, иә. Астаналықпын, иә. Намаз оқимыз негізі. Сол намазды, бүгінгі намазды осы үлкен мешітке келіп оқып жатырмыз. Иншалла, иә. Керемет сондай әсер алып тұрмыз. Негізі мешіт таза жер ғой, енді таза жерде намаз оқып, сондай күшті әсер алып тұрмыз, иә. Әсеріңізді айтыңыз, Астана туралы айтыңыз. Иә, осында ағам тұрады, мына Астанаға жиі келіп тұрам. Негізі өте ұнайды, мына келгенде мешітке келіп кетем, міндетті түрде. Атыраудан Астанаға мына мешітке келіп, осы қажы қайным бар, соның шаңырағына келдік. Енді қажы қайным бар, кіші үлкен қажыға барған, мына кісінің жолдасы, сол осы ақ ниетпен таңертең осында келді. Қайным осында жүр, оқылған намазымыз қабыл болсын, өте ұнап жатыр. Мешіттеріңіз өте әдемі екен. Осыған бала шағамның, жолдасым кішкене ауыратын еді, соның денсаулығын бәрін тілеп жатырмын. Алла тағала соны қабыл қылсын. Сол сізге көп рахмет. Жақсылықпен кездесейік. Осы мына Алланың үйі, Құдайдың үйі дейді. Тілектеріміздің бәрі қабыл болсын. Оқылған намаз, тілеген тілек. Амандықпен кездесіп тұрайық. Намазымыз, тілектеріміз қабыл болсын, иә. Рахмет. Астанамыз, иә, көркейіп келе жатыр ғой. Сіздердің қастарыңыздан өтіп кете алмадым. Сондай сұлусыздар. Иә, сіздерге де рахмет, Алла разы болсын. Бұл кілемдер Жаңа Зеландияның қойының жүнінен, таза жүнінен жасалған екен. Үндістандағы Нью-Делиде арнайы тоқылған дейді. Салмағы 5 тонна қойдың жүні жатыр екен мұнда. Көлемі 16.000 шаршы метр, қалыңдығы 1,5 сантиметр. Бұл жағында кофеханасы, отырып тамақтануға болады. Және дүкендер екен іші. Осындай. Міне ең үлкен мешітті көрдік. Енді одан әрі саяхатымызды жалғастырайық. Бұл мешітке 235 мың адам сияды екен. Ауласына 200 мың адамдай, ал ішіне 35 мың адам сияды екен. Қайтадан автобусқа отырдым. Енді Назарбаев университеті Мега Силкой жаққа бара жатырмын. Мен қазір Назарбаев университетіне тұрмын. Қазір кіргізсе, шын кіріп көрсетейін.
осылай. Әдемі. Мен осындай әдемі іші. Ту біздің қазақ үй, шаңырақ. Керемет мына талдар осындай, тірі талдар. Ортасында фонтан болады екен, су бұрқағы болады екен ортасында. Өте әдемі. Жарайды. Кедергі жасамайық, кетейік. Бұл Назарбаев университеті. Бұл Назарбаев университеті. Міне жолдың арғы беті осылай. Өтеміз Бағдаршамнан ар жағы Мега Силквей сауда орталығы. Мына жерде станция, ЛРТ станциясы, университет деп аталады. Осындай әдемі түспенен бояп қойған, сарыменен. Астында адамдар отырады, демалып. Остановка жақын. Міне Назарбаев университеті. Қарама-қарсы Мега Силквей. Менімен бірге болыңыздар. Тамашалаңыздар Астана қаласын. Кіріп келгенде осындай аттар, тұлпарлар. Осындай сауда орталығы. Әрине кофехана. Мына жақта киттің мүсіндері. Осындай пальмалар өсіп тұр. Саламатсыз. Қалдарыңыз қалай? Жақсымыз аман Сіздер есен. Астана тұрғынысыздар ма? Біз Астанада емес, Түркістан облысынан келдік. Оның ішіндегі Отырар ауданы Арыстанбаб әулиеден келіп отырмыз. Үлкен ұлымыз осы жерде жұмыс істейді. Биыл немереміз алғашқы оқу бітіріп жатыр. Соның соңғы орауына келдік. Соның немерелерімізбен балдарымызды аралап жүрміз бүгін. Құдай қаласа. Астана өте көркейіп кеткен, керемет болып кетті. Осыдан бір 3 жыл бұрын келгенімізде тағы аралағанбыз, одан да көркейіп кетті. МРТ-ға міндік қазір. Автовокзалдан аэропортқа деміріп барып, тамашалап қайттық. Өте керемет. Ұнады. Әрі билеті арзан екен, 200 жақтан екен. Керемет екен. Өте қолайлы адам. Қуанышты. Халық қуанышты екен. Өте толайшы адамдар көп. Енді мұнан аралап жатырмыз, рахмет. Қай жер ұнады сіздерге ерекше Астана? Осы енді аралап жатырмыз. Мына мегацентрге баратырмыз. Енді анау Бәйтерекке баратырмыз, Құдай қаласа. Орында көргенбіз, бірақ тағы да көріп жатырмыз. Тура келген сайын көріп Иә, тұрыңыздар. мына жасымыз 70-ге келсін, бір аралап қайтайық деп. Сау болыңыздар. Иә, демалыстарыңыз тамаша болсын, сәтті болсын. Рахмет. Экспо.
биледік, мегаскулкеді көрдік, тамағын жедік, концерт мына жерде болып жатыр. Өту үшін басыңыз дейді. Осындай ғимараттар биік шишадан жасалған. Бұл экспо кешенінің құрылысы 2013 жылы басталып, 2017 жылы пайдалануға берілді. Кешен 2017 жылғы халықаралық экспо көрмесіне арнайы салынған. Қас көрейік, ішіне кіріп. Осындай әдемі кіреберіс. Осындай. Енді ші керемет енді. Экспо істемей тұр. Енді одан әрі кеттік. 1 маусымнан басталып көрсе болады дейді. Қазір жұмыс жасамай тұр. Кеттім одан әрі. Балалардың ойнайтын алаңы. Осындай ойындар. Балаларға өте қызықты жер. Экспоның қасында балаларға ойнайтын керемет алаңдар бар екен. Былай қарай бара жатырмыз. Бұл не нәрсе екен білмеймін. Келе жатырмын. Қайда келе жатқан өзімді білмеймін. Бұл не? Сәукеле ма? Бұл не өзі? Елка ма? Мына жақ сахна екен. Қызық. Бұл не нәрсе екен? Ұлы дала аруы мемлекеттік бизнес және қоғам күштерін біріктіргенде ғажайып дүниеге келеді дейді. Красавица Великой степи дейді. Ойыншық екен ғой, қуыршақ екен. Қуыршақ екен. Сахна екен. Концерттер болуы мүмкін осы жерде. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы монументі дейді. Осындай. Биік монумент. Астана балет театры дейді. Сол жағалауда орналасқан. Мұны экспо алыс емес. Астана тұрғындары осылай демалуда. Міне біз ботаникалық саябаққа да келдік. Өте әдемі жер, демалғанға өте қолайлы. Әрі қарай көрсетемін. Мына шиша. Шиша ғимараттың ішінде өсімдіктер бар. Пальма, банан деген сияқты. Цитрустар, әрқандай. Біріншісінде кактус. Бұны көріп қойғам.
Ана екіншісіне барайық. Екіншісінде цитрустар. Міне Астана ботаникалық бағы дейді. Тропикалық өсімдіктер дейді. Міне осында жер екен. Графика міне осындай. Кассаға кіріп аласың дейді. Міне осындай көрсеңіздер болады. Астанаға келгенде ботаникалық саябағына кірсеңіздер, өздеріңізді құдды бір шетелде жүргендей боласыздар. Көріңіздер, міне су бұрқағы бар. Іші сондай әдемі. Міне осылай. Міндетті түрде келіңіздер, көріңіздер. Өте тамаша бұл ботаникалық саябақ. Өздеріңізді бір тропикада жүргенде боласыздар. Іші керемет тамаша. Астана қаласындағы сол жағалаудағы ботаникалық сад. Міне мына артында тұрған тайқазан қазір көрсетемін. Міне тайқазан. Осындай үлкен тайқазан қылып жасаған. Осылай вагонымыз жүріп жатыр. Керемет көрініс. Бұл ботаникалық сад. Осындай керемет. Адамдар демалып жатыр. Балалар суға шомылып жүр. Күнге қыздырынып. Тайқазан ерекше әдемі көрініс беріп тұр. Ботаникалық садқа. Менімен бірге болыңыздар, көріңіздер. Каналыма жазылыңыздар, лайк басамыз, қолдаймыз, пікір қалдырамыз. Астананы бірге саяхаттаймыз.